Наразылық қай елде болмайды, қай елде түйткіл болмайды. Ол Америка болсын, мақтаулы Европа болсын, барлығында болып тұрады. Әйтеуір бір нәрсеге келіспейтін, бір нәрсеге көңілі толмайтын, наразылығы бар топтар келеді. Олар өздерінің уәждерін, уайымдарын айтады. Және шеруге рұқсат беру, қайта сол шеруде осы мәселелер көтеріліп, олар ушықтырылмай, күрделендірілмей, уақытылы шешіп тұруға мүмкіндік береді. Ал оларды қысып ұстай беретін болса, бұлар түбі жарылып, қайта жаңадай келеңсіз нәтижеге алып келетін енді араб мемлекеттері көрсетіп отыр. Сондықтан меніңше қазіргі әлсін болып жатқан осындай жаңалықтарды мен жақсылыққа балап отырғанымда. Сондықтан саяси белсенділік танытқан кез келген тұлға болсын, кез келген топ болсын, белсенді болды екен, бұл міндетті түрде біреудің жобасы, міндетті түрде біреу оларды сатып алған, міндетті түрде әрқайсысына $100 төлеген деген мәселе меніңше ешбір сын көтермейді. Екіншісі, меніңше жалпы тасымыз өрге домалау үшін онсыз да аз халық бізге бірігу керек. Жаңағыдай әділдік, ашықтық, айқындық, адамгершілік деген құндылықтардың аясында бірігу керек. Бір-бірімізді жау көрмей, болайырдың баласы бір-бірін батыр дейді, бір-бірін қолдайды. Осындай партия құрамыз, қозғалыс құрамыз деген мәлімдемелердің өз басын толық қолдаймын. Бізге қазір бастапқыда ең болмаса сан керек. Жаңа саяси күштер, жаңа саяси топтар, партиялар пайда болсын. Себебі қазір ресми алаңдағы 7-8 партия, мен оларды толықтай халықтық, толықтай қоғамның мүддесін танытып отырған партиялар деп өкінішке орай санамаймын. Тиісінше жаңадан бір жастардың партиясы болсын, белгілі бір бағыттағы азаматтардың бір қозғалысы партиясы болсын, 5 болсын, 10 болсын, 100 болсын маған десе. Содан кейін барып, өмірдің өзі сұрыпталып, кімнің кім екендігін, қайсысы шын мәнісінде сенімге лайық, қайсының тәжірибесі мол, қайсысы айтқан өзінің мәлімдемелерін немесе мақсаттарын іс жүзіне жеткізе алады. Бұның барлығын қоғам мен уақыт, тарих шешеді.